мектеп бітіруші түлектер, бүгінде кезекті ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалудан математикалық сауаттылық бойынша дайындық сабағымызды бастаймыз. Бүгін мен сіздердің алдыларыңызға 10 тапсырмадан тұратын тест тапсырмаларын беремін. Бүгін сол сұрақтарға жауап беруге өткендегідей көп уақыт берілмейді. Тез ойланып, тез жауап беруіміз керек. Бастаймыз ал. Бірінші есепке қарайық. Тек 0, 2, 4, 6 және 8 цифрларынан неше екі таңбалы сан құрастыруға болады? Кім шығады? Кім шығады? Ал, сетер келе ғой, тез. Мен екі таңбалы санды алу үшін екі яшық бірінші сызып аламын. Және де бізде 5 сан берілген. Цифр берілген 0, 2, 4, 6 және 8. Бізде 0 бірінші тұрмайтын болғандықтан 4 цифрді аламыз. Ал екіншісіне біз 5 цифрді аламыз. Екеуін көбейту арқылы бізде 22 таңбалы санды шығарамыз. Ал, жақсы. Яғни 4 пен 5-ті көбейтіп 20 сан құрастыруға болады екен. Сұрақ оқушыларға. Егер осы берілген кезде, осы цифрлар беріліп, қайталанбайтын неше екі таңбалы сан құрастыруға болады десе, қалай жазамыз? 16. Жауап беремін. 16. Неге 16? Себебі бізде есептің шартында айтылғандай, цифрлар қайталанбау керек. Біріншіде 0 тұрмайтындықтан алғашында 4 деп аламыз, ал екіншісінде тоже 4 деп аламыз. Қайталанбайтын болғандықтан бір санға кейін толтырамыз. Жақсы. Лақтырылған екі ойын сүйегінің ұпайларының қосындысы 8 болуының ықтималдығы қандай? 2 рет ойын сүйегі лақтырылды. 2 рет лақтырылғанда ұпайларының қосындысы неше дедім? 8 болуының ықтималдығы. Ал, кім шығарады? Осы жағдайда. Ал, Назерке келе ғой. Берілгені бойынша ықтималдылықты табу керек. Ықтималдылықтың формуласына салатын болсақ, бізде мүмкін жағдайдың барлық жағдайға қатынасы. Сонда бізде мүмкін жағдайларды қарастыратын болсақ, ол бізде ойын сүйегі 2 рет лақтырылатын болғандықтан барлық жағдай 36-ға тең деп аламыз бөлімін. Ал мүмкін жағдайда бізде 6 мен 2, 2 мен 6, 4 пен 4, 5 пен 3 және 3 пен 5. Сонда бізде барлығы мүмкін 5 жағдай болады. Ықтималдылықтың жауабы сонда 36-тан 5-ке тең. Өте жақсы. Демек, мүмкін жағдайдың барлық жағдайға қатынасы екен. Жақсы. Үшінші есепке қарайық. Тұздылығы 10%, ал көлемі 320 мл болатын тұзды судың бірнеше күнде 120 мл суы буланып кетті. Қалған судың тұздылығы неше пайызды құрайды? Ал, қалай ойлайсыңдар? Сонымен 320 мл судың 120 мл бу болып ұшып кетті. Қанша миллилитр қалды, Ахмет? 200 миллилитр қалды. Енді осы жерде теңдеу құрып жіберейік, тездетіп шығара қояйық. Кім шығады? Біз бұндай есептерді шығардық. Ал? Я. Келе ғой, толғанай. Біз бұл есепті дыстар әдісі арқылы шығарамыз. Бізде бастапқыда тұздылығы 10%, 320 миллилитр тұзды су болды. Оның 120-сы буланып кетті. Буланып кетті 0% болды. Біз буланып кетті дегендіктен оны азайтамыз. 320-дан 120-ны азайтсақ 200 миллилитр су қалады. Енді бізге осы судың концентрациясын табу керек. Бұл үшін біз теңдеу құрамыз. 10-ды 320-ға көбейтсек 3200 тең, мынау 0-ге көбейтіліп жоқ кетеді. Сондықтан 800 x тең 320-ны 200-ге бөлеміз. Бұл бізде 10 болады. Яғни бізде қалған 120 мл суды, қалған 200 мл судың судағы тұздың концентрациясы 16%.
Жақсы. Ал, төртінші есепке қарай қояйық балалар. Бір труба бассейнді 5 сағатта, ал екіншісі одан 2 есе артық уақытта толтырады. Егер трубалар бір мезгілде жұмыс істей бастаса, онда бассейн неше сағаттан кейін сумен толады. Бірлескен жұмыс. Яғни бірінші бір труба 5 сағатта, екінші трубаның өзін жеке қоссақ, одан 2 есе артық уақытта, ал екеуін бірдей толтырсақ, неше уақытта толтырады. Ал келе ғой. Біз бұл жерде кесте құрып шығара салсақ болады. Бізде бірінші турба, екінші турба, және де бірінен екінші турбаны тапсырген. Бізде бірінші турба екеуі де бәрінің құятыны бірі. Сондықтан бізде бірінші турба 5 сағат дейді, ал екінші турба біріншісінен 2 есе көп дейді. Сонда бізде 10 сағат. Ал бізге үшінші екеуінің де бірлесіп құрған уақытын тап дейді. Сонда бізде маяқта біріншісі 5-тен 1, екіншісі 10-нан 1, ал үшіншісі мына екеуінің қосындысы 10-нан 3 болады. Ал бізге сонда екеуін де бірлесіп құрған уақытын табу үшін бірді 10-нан 3-ке бөле саламыз. Сонда бізде 3,3-тен 1 болады. Сонда екеуінің де бірлесіп құрған уақыты 3,3-тен 1 болады. 3,3-тен 1 сағат. Ал 3,3-тен 1 сағат деген жауапта қалай тұрады? 3 сағат 20 минут, яғни сағаттың 3-тен 1 бөлігі 20 минут. Демек, бұл есептің жауабы не екен? 3 сағат 20 минут. Тамаша. Дүкенде шоколадтың 3 түрі, балмұздақтың 4 түрі сатылады. Ахмет, біздің Ахмет, неше тәсілмен бір балмұздақ пен бір шоколад таңдай алады? 12. Неге 12? Сұрақ, бірден алысша жауап беруге болады, дұрыс айтасың. Неге 12, Назерке, тұрып айта қойшы? Теру формуласымен табатын болсақ, С4-тен 1 көбейтілген С3-тен 1 деп, сол кезде 4-3-ке көбейтеміз 12 шығады. Олайда да болады, дұрыс. Тағы, бізде қандай формула бар? Осы немесе, осы тәсіл таңдауда, немесе және деген екеуінің айырмашылығы неде? Немесе десе қосамыз, және дегенде көбейтеміз. Өте жақсы. Және десе көбейтеміз, немесе десе қосамыз. Бұл жерде қалай айтып тұр? Бір балмұздақ және бір шоколад. Бір балмұздақ пен бір шоколад дегенде. Демек не істеп екенбіз? Көбейтеміз. 3-ті 4-ке көбейтеміз. 3 түрлі шоколад бар, 4 түрлі балмұздақ бар. 3-тен 4-ті көбейтеміз. Тура осы есеп Ахмет неше тәсілмен бір балмұздақ немесе бір шоколад таңдай алады десе, жауап 7. Тамаша. 2025 факториал неше нольмен аяқталады? Қалай ойлайсыңдар? Неше нольмен аяқталады? Дұрыс айтасың, я? 2025-ті 5-тің дәрежелеріне бөліп қоса береміз. Бұл жағдайда 2025 факториал неше нольмен аяқталатынын табу үшін алдымен 2025-ті 5-ке бөлеміз. Неше шығады? 405. Келесі 2025-ті 5-тің 2 дәрежесі, яғни 25-ке бөлеміз. Неше шығады? 81. Үшінші 2025-ті 5-тің 3 дәрежесіне бөлеміз, яғни 125-ке. Неше шығады? 16 бүтін, бізге неше? Бөлшек бөлігі қажет емес. Келесі 2025-ті 5-тің 4 дәрежесіне бөлеміз, яғни 625-ке. 3 бүтін бірдеңе. Келесі 2025-ті 5-тің 5 дәрежесіне бөлеміз. 3125. 0 бүтін. Енді біз 2025 факториал неше нольмен аяқталатынын табу үшін осылай 5-тің дәрежелеріне бөле береміз, пока 0 бүтін деген шыққанша. Демек, мен осы бүтін бөліктерді не істеп шығамын? Қосып шығамын. 405-ке 81-ді
16-ны және 3-ті қоссам. Барлығы қанша болады? 505. Демек, менің жауабым не болады екен? 2025 факториал 505 нольмен аяқталады. Сендерге сұрақ. 77 факториал неше нольмен аяқталады? 77 факториал неше нольмен аяқталады? Кім көрсетеді? Мен енді астан алдым ғой. Давай берейін кеткен. Бұл жерде біз факториалды есептеуінде біз 5-тің дәрежесін көріп шығамыз. Сондықтан 77 бөлінген 5. Бұл жерде бізде 15 шығады. 15 бүтін бірдеңе, е? 15 бүтін бірдеңе. 77 бөлінген 25. Бұл жерде бізде 3 бүтін аңғай кете береді. 77 бөлінген 125. Уже не басталады? Сондықтан біз 15 пен 3-ті қоса саламыз, сонда бізде 18 бөліп шығады. Дұрыс айтады. 77 факториал демек неше нольмен аяқталады екен? 18 нольмен аяқталады. Енді осындай есептер кездессе шығара аламыз ба? Жақсы. Ал енді бері қарайық. Мектеп сөзіндегі әріптердің орындарын ауыстыру арқылы неше сөз құрастыруға болады? Біз бұған дейін аттестат, информатика деген сөздерден неше сөз құрастыруға болады деп есептер шығарғанбыз. Енді кім шығарады? Мектеп деген сөзден. Ал келе қояқшы. Бізде бұл жерде мектеп деген сөз берген. Ең алдымен мектеп деген сөзде қанша әріп бар, соны санап аламыз. Яғни бізде 6 әріп бар, 6 факториал үстіне жазамыз. Енді әріптердің қанша рет кездесетінін аламыз. Мектеп сөзінде м әріпі 1 факториал, е әріпі 2 рет кездеседі 2 факториал, к әріпі 1 рет кездеседі 1 факториал, т әріпі 1 рет кездеседі, сосын п әріпі 1 рет кездеседі. Сонда барлығын есептейтін болсақ, яқта 1 факториалдар есептелмейді да, 2 факториал бізде 1 көбейтілген 2-нің өзі қалады. 6 факториал есептейтін болса 1 көбейтілген 2, көбейтілген 3, көбейтілген 4, көбейтілген 5, көбейтілген 6 болады. 2 мен 2-ні қысқартып жіберетін болсақ, 3 пен 4-ті көбейтсек 12, оны 5-ке көбейтсек 60, 60-ты 6-ға көбейтетін болсақ, бізде 360 шығады. Демек, орындарын ауыстыруға 360 сөз ала алады. Өте жақсы. Қараймыз. 3 жігіттің нысанаға тегізу ықтималдықтары сәйкесінше 0,4, 0,3 және 0,2. Барлығының бірдей тегізбеу ықтималдығын табыңыз. Барлығының бірдей тегізбеу ықтималдығы. Жаңа, мысалы, 3 оқушы. Дидар, Данияр, Мақсат үшеуінің. Яғни Дидардың тегізу ықтималдығы 0,4. Ал тегізбеу ықтималдығын кім табады енді? Ақжолдан басқа тағы бар ма айтатын? Жоқ па? Ал жарайды Ақжол. Бізде 3 жігіттің нысанаға тегізу ықтималдықтары 0,4, 0,3, 0,2 болып тұр. Сәйкесінше бірінші жігіттікі тегізу ықтималдығы 0,4 болатын болса, тегізбеу ықтималдығы 0,6 болады. Ал екінші жігіттікі 0,7 болады, үшіншісі 0,8 болады, оннан 8 болады. Және дегендіктен үшеуін көбейтетін боламыз тегізбеу ықтималдықтарын. Сол кезде бізде үшеуін көбейткенде 0,336 деген сан шығады. Тамаша. Бізге егер тегізу ықтималдығын тап десеше, берілген үшеуін көбейтеді. Жақсы. Келесі тапсырмаға қараймыз. Бөренені 3 бөлікке бөлу үшін 12 минут қажет. 4 бөлікке бөлу үшін қанша минут қажет? Бұндай есептерді біз шығарып жүрміз. Кім шығар? Ал, Ернар бел. Бөренені 3 бөлікке бөлу үшін 2 рет кестің, е? 2 рет кестік. 2 рет кескенге 12 минут. 12 минут берді. 12 минутты 2-ге бөлеміз 6 минут. Яғни әр қайсысына 6 минуттан кетеді. Бізге бір бөренені 4 бөлікке бөлінді. Яғни бұлда 3 рет кестік. 3 рет кестік. 3 рет кескенде әр қайсысына 6 минуттан кеткен кезде барлығы 18 минут. Демек, бөлінені 4-ке бөлу үшін 18 минут қажет екен. Енді сұрақ,
Демек сен 4 бөлікке бөлу үшін неше рет кестің? Ал егер мен 10 бөлікке бөлем десем, 9 рет кесем, түсіндік қой, жақсы. Соңғы тапсырма. Былай дейді, Жансаяның алқасында моншағы ғой, яғни 49 көк және бір қызыл моншақ бар. 49 көк, бір қызыл моншақ бар. Алқадағы көк моншақтардың санын 80% құрау үшін олардың нешеуін алып тастау керек екен табыңыз. Алқада 49 көк, бір қызыл бар. Енді көк моншақтардың саны 80% құрау үшін олардың нешеуін алып тастау керек. Демек, мендегі бір қызыл қалады ғой. Қызылым менің неше пайыз болу керек? 20% болу керек. Өте жақсы. Қалай дедің? Алай тағы түсіндіре ғой. Қызыл бір моншақ қызыл болғандықтан оны 20% деп аламыз. Ал көк моншақ 80% құрау үшін 49 көк моншақтан 45 көк моншақты алып тастаймыз. Сонда бізде 4 көк моншақ 80% құрайды. Тамаша. Яғни мына жерде бір қызыл моншақ 20% құрау керек. Сонда көк моншағым 80% болу үшін 4-ақ штук болу керек. Жаңағы. Сонда 49-дан мен қаншаны алып тастаймын 4-ке қалу үшін? 45-ті алып тастаймын. Тура осы есеп әртүрлі болып беріледі. Яғни көк моншақ 80% болу үшін қанша моншақ қалу керек деген сияқты да сұрақ бола береді. Осы бір есеп әртүрлі болып келе береді екен. Түсінікті ма? Біздің бүгінгі математикалық сауаттылықтан шығарған 10 тапсырмамыздың сендерге кішкене болса да пайдасы тиді ма? Тиді. Жақсы. Бүгінгі сабақтан не үйрендім? Алина, бүгінгі сабақтан не үйрендің қазіргі мына? Біздің қосымша сұрағымыз. Қазір есінде қалғандар айтамыз, не үйрендің? Факториал түсіндім жаңағы. Факториалды, жақсы. Нешемен аяқталады деген. Аяжан, не есінде қалды? Қандай есеп? Қазір көрсеткендер бойынша. Бөренені неше бөлікке қалай бөлетіміз, Жақсы. Тағы қандай тапсырма есінде қалды Назерке? Барлық тапсырма есінде қалды. Тамаша. Енді олай болса, біздің қосымша сабағымыз осымен аяқталды. Біздің ұранымызды білесіңдер, үйренгенімізді үйрете жүріп, білімімізді шыңдау. Біздің осы бүгінгі көрсеткен есептерімізден әрбір мектеп бітіруші түлек өзіне қажетті жерлерін бойына сіңіріп алса, демек ол алдымызда аз қандай уақыт қалған ұбт-да математикалық сауаттылықтан 10-нан 10 алады деп үміттенеміз. Және мен сендерге математика пәнінің мұғалімі ретінде алдымызда келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуде математикалық сауаттылықтан 10-да 10 алады деп сенемін және соны тілеймін. Сау болыңдар.